Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аспаз келін, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға кереметтей рецепттермен бөлісемін. Балық қуыру әдісін және де пешсіз миксерсіз торт дайындайтын боламыз, және де оңай салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен біз балығымызды қуыру үшін быламық дайындап алатын боламыз. Су құйып аламыз кесемізге, және де бір жұмыртқа саламыз, жақсылап араластырып аламыз және азғантай тұз қосамыз. 2-3 ас қасық ұн салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Балығымызды алдын ала тазалап, жақсылап жуып, сүртіп кептіріп аламыз. Содан соң осы дайындалған массамызға аунатып аламыз. Неке осындай қоймалжың масса болады. Дәл осы әдіспен жасап көрсеңіздер, шынымен де өте керемет болып шығады. Сұйық майымызды алдын ала қыздырып алып, біздің балықтарымызды жағы массамызға аунатып, екі жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қараңыздар, өте сап-сары, әдемі қызарып пісіп шығады. Сіздер де осы әдіспен жасап көруге кеңес беремін. Шынымен де өте дәмді болып шығады. Үй-іштеріңіз қуанып қалатын болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, қолдау мақсатында қазақша контентті. Неке барлығын жақсылап осылай қуырып аламыз. Неке қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Ендігі кезекте біз тортымызды дайындайтын боламыз. Қараңыздар, миксерсіз, ешқандай пешсіз дайындаймыз табада. Мөлшерлерін описание бөліміне де тастап кетемін. Ең алдыменен біз жұмыртқамызды және де балымызды, қантымызды салып араластырып алатын боламыз. Және сармайымызды да саламыз бөлме температурасындағы. Барлығын жақсылап араластырып отқа қоямыз. Осылай бір келкі барлығы ерігенше араластырып тұрамыз тез-тезден. Содан соң біз бір шай қасық ас содасын салып, көпіргенше араластырамыз. Өзі ас содасын салған соң кішкене көтеріледі. Енді какаомызды да салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Өте әдемі болып шықты. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне салып, осындай қамыр елеп аламыз. Егер қолыңызға жабысып қалатын болса, қолыңызды кішкене майлап, осындай бөліктерге бөліп, тоңазтқышқа салып қойсаңыз болады 10 минутқа. Енді осылай жазып аламыз қамырымызды, ұн сеуіп. Өздеріңіздің табаңыздың мөлшеріне қарай жазсаңыздар болады. Осылай бөліп, алдын ала мен кесіп алдым. Қақпақпен де кесіп алсаңыздар болады, оңай болады. Осылай пісіріп алатын боламыз. Екі жағын қақпағымызды жауып қоямыз және ашып қақпақтың бетін сүртіп алып, осылай дайындап аламыз. Енді креміне өзіңіздің қалаған креміңізді пайдалансаңыздар болады. Мен қаймақпен сгущенка пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің ұнаған кремдеріңізді пайдалансаңыздар болады. Енді тортымызды жинаймыз. Жұмсақ, ауызда ерейтіндей торт болып шығады. Сіздер де жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Менің арнамда басқа да көп қолжетімді үйдегі бар заттардан жасалатын рецепттер бар. Толық қарап шықсаңыздар болады. Және де тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Неке қараңыздар, өте жұмсақ болып шықты.
Мінекей осындай әдемі жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ендігі кезекте біз салатымызды дайындайтын боламыз. Осындай 5 минуттық оңай салат дайындайтын боламыз. Ең алдыменен қиярымызды 4 бұрышты қылып турап аламыз. Және қызанағымызды да 4 бұрышты қылып турап аламыз. Менде нанның орнына сухарикті мен өзімнің үй жағдайында жасадым. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Төменде описанияға сілтемесін тастап кететін боламын. Сухарик жасауды үй жағдайында өте дәмді болып шығады. Жұмыртқамызды осылай 4 бұрышты қылып турап алатын боламыз. Бізде бұл радуга салаты деп аталады. Өте дәмді, сондай керемет салат. Жасап көруге кеңес беремін. Мінекей қараңыздар, өте әдемі салат болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар.